Цель нашего бегового сообщества – это поддержание здорового образа жизни и сплоченность работников предприятия. За время существования бегового сообщества к нам уже присоединилось более 50 человек, которые активно посещают тренировки и уходят с хорошим настроением. Вот ближайший марафон состоится 3 мая в городе Астане, который проводит Казмунайгаз, и там мы принимаем участие в количестве 5 человек. Занятия бегом доставляют удовольствие, а также укрепляют наше драгоценное здоровье. Поэтому приглашаю всех желающих вступить в наши ряды нашего бегового сообщества Run ПНХЗ. Бұндағы басты мақсат әрине салауатты өмір салтының пропагандасы. Одан бөлек зауыттағы спорттың және де дене шынықтырудың одан бері дамуына үлес қосу. Зауыт көлемінде бұдан басқа да спорт секциялары өзінің жұмысын ондаған жылдар көлемінде сәтті жүргізіп келеді. Неліктен бүгін жүгіру болса, ол себебі жүгіру адамның тек қана денесін шынықтырып қоймай, одан бөлек адамның мінез-құлқына да жақсы әсерін тигізеді. Атап айтқанда ол табандылық, шыдамдылық және де сабырлықты дамытады. Бұл топқа жас ерекшелігіне және де жыныс ерекшелігіне, спорттық деңгейіне қарамастан кез келген зауыт қызметкері келіп, арнайы алаңда мамандандырылған бапкермен өзін денесін шынықтырса болады. Бүгінгі кішігірім бастамамыз алдағы уақытта жаппай спортпен айналысудың алғышарты болады деген сенімдемін.